Кайырлуу күн достар. Бүгүн сиздер менен Pixsoft және мен Максат. Бүгүн биз сиздер менен Larissa Клиника онлайн платформасына шолуу жасайтын боламыз. Жалпы бул Larissa Клиника енді туулган нәресте балаларга калай массаж жасоо керектигин үйрөтөтүн окуу орталыгы болуп табылады. Ендеше осы платформа мен сиздер менен тааныштырып, ишке курулуусун сиздерге түшүндүрүп көрсөтөйүн. larissaclinica.kz деп кирген бетте биз алгачкы кирүү бетине түсөбүз. Бул платформада бизде регистрация жок, яғни тек қана кіру формасы бар. Бұл платформаға аккаунты бар қолданушылар ғана кіре алады. Бізде аккаунт бар, ендеше кіріп ішкі құрылысын зерттейік. Ол үшін бірінші логин жазамыз. Логин біздің номеріміз, астына құпия сөзді жазамыз. Вход батырмасын басқан кезде біз міне платформаға кірдік. Кірген бетте жалпы курстар бетіне түсеміз. Все курсы деп жазылып тұр. Міне қазір платформада 5 курс бар. Және сол жағында меню көрсетілген. Бізде менюде логотип бар. Астында мои курсы деген бет бар. Барлық курстар деген бетте қазір біз тұрмыз. Және де астында вопрос-ответ деген бет бар. Оның астында аккаунт туралы ақпараттар, яғни жеке кабинет беті және де шығу батырмасы бар. Оның астында русказ деген екі сілтеме бар, яғни бұл платформа екі тілде жасалған. Қазақшаны басатын болсақ, міне барлық текстер қазақшаға өзгерді, барлық курстар. Даже міне курстардың аттары да өзгерді. Қайттан орысша қойып. Міне жалпы міне бізде 5 курс бар. Кез келген бір курсты ашып, ішін көрейік қалай жасалған. Специалист массажист деген курсын ашатын болсақ, міне осы курс жайлы ақпарат берілген мұнда. Астында осы курстың тақырыптары, сабақтарының тақырыптары көрсетілген. Кез келген бір курс сабақты ашатын болсақ, мұнда сабақтың тақырыбы, осы сабақтың видеосы, және де телеграмға өтетін батырма бар. Келесі сабаққа өтетін батырма, және де артқы сабаққа қайта өтетін батырма бар. Астында комментарий қалдыратын блок бар. Мұнда осы сабаққа байланысты өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Келесі сабақты басатын болсақ, біз келесі сабаққа өтеміз. Артқа қайтайық. Егер бізде курстарға доступ болмаса, бізде осылай шығарады. Мысалы, менде массажист своему ребенку деген курсқа доступ жоқ болса, үстін бассам, міне, сізде бұл курсқа доступ жоқ деп шығарады, яғни доступы жоқтар курсқа кіре алмайды, тек қана өзі сатып алған курстарын ғана көре алады. Мои курсыды бассам, міне менде 3 қана курс доступный маған, ашық, осы 3 курсты ғана көре аламын. Все курсыды басатын болсақ, платформада бар 5 курс шығады. Сұраға жауап беті бар. Жеке кабинет беті бар. Осы жерге өзіміздің фотомызды қойсақ болады, және де өзіміздің ақпараттарымызды өзгерте аламыз осы жерден. Шығу батырмасын басып, платформадан қайта шығып кетеміз. Егер де біз өзіміздің құпия сөзімізді ұмытып қалған болсақ, оны қайта қалыпқа келтіріп алсақ болады. Ол үшін забыли свой пароль дегенді басамыз. И бізге почтаны жаз дейді. Осы жерге почтаны жазатын болсақ, бізге хат келеді, яғни сол арқылы өзіміздің құпия сөзімізді қайта қалыпқа келтіріп аламыз. Міне достар, осымен біздің шолу аяқталды. Егер сіздерде осындай эксперт маман, немесе инфобизнесмен, өздеріңіздің курстарыңыз бар болса, бізге жазып хабарлассаңыздар болады. Сіздерге әрдайым осындай платформа жасап беруге дайынбыз. Осы видеоның астында біздің байланыс номерлеріміз, инстаграм аккаунтымыз және де сайттарымыз көрсетіледі. Сол жаққа кіріп тегін консультацияға жазылсаңыздар болады. Өзіңіздің данныйларыңызды қалдырып, біз сіздерге әрдайым хабарласып, тегін кеңес беріп, осы платформа жайлы толық ақпарат бере аламыз. Осымен бүгінгі біздің шолу аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.